Ассалаумағалейкум, армысыздар арнамыздың көрермендері. Бүгінгі видеоблогымыз тылсым, жұмбағы көп Ақыртас қалашығы жайлы болмақ. Ақыртас қалашығы Тараз қаласынан шығысында 40 шақырым қашықтықта, Ақшолақ станциясынан 7 шақырым жерде орналасқан. Бұл қалашық шамамен 7 ғасырдың екінші жартысы мен 10 ғасырдың басында салынған дейді отандық тарихшы ғалымдарымыз. Жалпы Ақыртас қалашығы жайлы аңыз әңгімелер өте көп. Кейбір ғалымдар Ақыртас бітпей қалған Будда храмына арналып салынған десе, енді бір ғалымдарымыз Нестериан ғибадатханасы деген болжам айтады. Ал енді өзіміздің отандық археологтарымыз Ақыртас ірі дәулетті бір бектің бітпеген сарайы деген болжам айтады. Қалай десек те, жұмбағы көп Ақыртас жайлы айтар әңгіме өте көп. Ендеше бізбен бірге болып блогымызды тамашалаңыздар. Жалпы осы сапарымызда біз демалыс күндері келгендіктен Ақыртас кешенінде ақылы гид қызметкері жоқ болып шықты. Біз бұл жерге келгенде тек өздерін бірі күзетші, бірі кешен қызметкері деп таныстырған екі кісі болды. Біз оларға жай блогер екенімізді айтқан соң, кешен қызметкері телефонмен бізге беймәлім бір кісімен аз кем сөйлесіп болған соң, бізге кешен аумағына ақылы түрде кіруімізге рұқсат берді. Сонымен қатар бұл кісіден кешеннің ғимарат кешенінде әлі де реттеу жұмыстары жүріп жатқанын білдік. Бізге жол көрсетер гид болмағандықтан тек өзіміз ғана кешен аумағына аралауға кірістік. Айта кететін бір жайт, 2000 жылдың басында студент кезімде осы Ақыртас қалашығының орнына тарихшы ұстазымызбен бірге келген едім. Ол кезде Ақыртас әлі толық ашылмаған күйінде үйінде қалай еді. Қазіргі Ақыртас мүлдем басқаша. Қалашық орны толық аршылып, тазартылып, арнайы тас төселген соқпақ жолдар, қалашық тарихы 3 тілде жазылған тақталар, электр шамдары және келген адамдарға тізе бүгіп демалуға арналған орындықтар бар екен. Ал құрметті көрермендер, міне бүгін біз Ақыртас ескерткіш орнына келдік. Бұл Ақыртас ежелгі қаланың орны болып саналады. Яғни бұл қаланың орны Тараз қаласынан 40 км жерде. Мынау Ақшолақ темір станциясынан жоғары қарай Қырғыз Алтауына қарай 6 км жерде орналасқан. Бұл жерде өздеріңіз көріп тұрғандай тас қорымдар, бұрынғы сарайлардың орындары. Аумағы шамамен ені 160-та 140 болады шамамен. Негізі бұрын студент кезімізде келгенбіз бұл жерге. Бірақ ол кезде бұндай жағдайда емес етін. Жалпы Ақыртас жайлы аңыз әңгімелер өте көп. Мексикадағы ацтек, майялардың пирамидалары және Мысырдағы пирамидалар, Перудағы Мачу-Пикчу қаласы секілді Ақыртаста біз білмейтін бір тылсым құрылыс. Бұл қалашықтың кімдер соққаны жайлы нақты бір дерек жоқ. Сонымен қатар бұл жерде адамдар келіп тастарға жатып ерекше бір энергия алады, немесе ауруына шипа табады деген халық арасында алып қашпа әңгімелер жиі естиміз. Бұл қалашықтың құрылысы не үшін бітпей қалғаны біз үшін әлі де жұмбақ. Әлде бұл жердің шынымен де біз білмейтін бір тылсым құпия күші бар ма? Сіздер қалай ойлайсыздар? Міне қарасаңыздар, мынау көшенің бойы. Осы көшенің бойында міне үйлердің орны тұр.
Мынау үйлердің іргетасымын бір қатарда тұр. Шамамен осы Ақыртастың орталық көшесі болуға тиіс. Мына үйлердің іргетасы тұр қазір бір қатарда. Ақыртас қалашығының іргетасына қаланған тастар бізге беймәлім технологиямен кесіліп, арнайы құрылысқа дайындалған. Қалашықтың сыртқы қабырғалары іргетасы геометриялық дәлдікпен және осы жердің топырағына іргетасы уақыт өте келе шөгіп кетпейтіндей қаланған. Кейбір үлкен тас блоктардың үлкендігі және салмағының орасан ауырлығы қазіргі құрылыс технологиясы дамыған заманда да құрылыс орнына жеткізіп, оны тура дәлдікпен қалауға үлкен қиыншылық туғызар еді деп ойлаймын. Менің таңғалатыным бір жағдай, мына тасты қараңыздар. Мына тасты енді бір тегіс қылып кескен, көрдіңіздер ме? Сол заманда, мысалы 7-ші ғасырда осындай технология болады деп кім ойлаған? Мысалы қазіргі заманның өзінде бұндай тасты кесу бар шығар енді, бірақ сол заманда осылай кесу деген енді. Мына қарасаңыздар, тұп-тура ровно кескен да, бір тегіс қылып кескен тасты. Ақыртас қалашығында сонымен қатар жер асты арнайы қалаға тартылған су құбырлары және кәріз жүйелері болған екен. Бұл дегеніміз, сонау ерте заманда адамдар бүгінгі су құбырлары мен кәріз жүйесін жүргізу технологиясынан артық болмаса да кем түспейтін, қаланы ауыз сумен қамтамасыз ететін құбыр тарту жүйесін білгенін көрсетеді. Сонымен қатар қалашықта арнайы жуыну моншалары мен хауыздар болған. Шағын қалашықты аралап болғаннан кейін біз Ақыртас жабық кешені ішіндегі музейді бетке алдық. Кешен қызметкері музей ішінде реттестіру жұмыстары жүргізіліп жатқанын айтты. Біз өтініп сұраған соң музей ішіне кіруімізге рұқсат берді. Жалпы Ақыртас жабық музей кешені үлкен конференция залы 2-ші қабатында музей экспонаттары қойылатын үлкен залы бар екен. Сонымен қатар осы ғимарат ішінде арнайы тарихшы археологтар мен туристерге арналған арнайы бөлмелері бар екен. Біз бұған ғимаратты аралау барысында көз жеткіздік. Жалпы осы Ақыртас тарихи кешені аралауға келген туристер мен тарихшыларға барлық жағдай жасалған екен. Осымен бүгінгі видеоблогымызды аяқтай келе айтарымыз, Ақыртас кешені 2014 жылы 25 маусымда Катар мемлекетінің астанасы Доха қаласында өткен ЮНЕСКО-ның 38-ші сессиясында бүкіл әлемдік мәдени мұралар тізіміне енгізілді. Алла қаласа, Ақыртас тарихи кешенінің біз білмеген тылсым құпияларының ашылып, жаңа тарихи деректер ашылатынына біз кәміл сенеміз. Құрметті көрермендер, арнамызға жазылып, қолдау білдіріп, лайк басып, жылы пікір жазып, басқа әлеуметтік желілерде сілтемесімен бөлісе жүріңіздер. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Тек келесі кездескенше Алла амандығын берсін дейміз.